Қайырлы күн баршаңызға, сіздермен бірге доктор Ибрагимова. Бүгін тұмау және жедел респираторлы вирусты инфекция, яғни ОРВИ туралы айтамыз. Жұқтыру жолдары, салқын тию және науқас адаммен контактта болған кезде. Жедел респираторлы вирусты инфекция дене қызуының 38 градус жоғарылауы, мұрын бітелуі, түшкіру, тамақ ауырсынуы, жөтел, жалпы әлсіздік, ұйқысыздық, бас ауруымен сипатталады. Тұмау дене қызуының 39-40 градус жоғарылауымен, организмдегі интоксикациядан жалпы әлсіздік, бастың ауырсынуы, яғни маңдай бөлігінің ауырсынуы, көздің қызаруы, көзді қозғалтқанда көз алмасының ауырсынуы, буын бұлшықеттердің ауырсынуы, тәбеттің төмендеуі, мұрын бітелуі, дененің дірілдеуі пайда болады. Тамақтың ауырсынуы мен қызаруы, түшкіру 2-3 күннен кейін басталады. Емі төсектік режим. Ағзаны интоксикациядан шығару үшін сұйықтықты көбірек қабылдау керек. Лимон қосылған немесе бал қосылған шай, ыстық сорпа ішуге болады. Дене қызуы жоғарылағанда парацетамол таблеткасын ішіңіз. Тамақты және мұрынды тұзды сумен шайыңыз. Мұрынға аквамарис тамшысын тамызуға болады. Және иммунитетті жоғарылату мақсатында А, С, Д витаминдерін ішуге болады. Вирусты инфекция кезінде антибиотиктер көмектеспейді.